Ассалаумағалейкум, армысыздар, қадірменді ағайындар. Біз мынау қазақ руханияты деген өзіміздің түсірілімімізді ары қарай жалғастырайық. Өткен жолы комментарийға біраз жауап беріп едік, біраз уақыт кетті. Халықтың қазіргі өзі уақыттың қысымдалған заманында уақыттың өзін ала беруді ыңғайсыздау ғой. Сондықтан шағындап мүмкіндік келгенше ойымызды ортаға салуға талап жасап көрейік. Біздің негізгі мақсатымыз Абай Құнанбаевтың, өздеріңіз білесіздер ғой, 45 қара сөздің бірінші қара сөзінің соңында абай айтады, біраз мәселенің басын қайтып келеді дағы, енді соңында түйін жасаған кезде айтады, мен осы тоқтаған нәрсем осы сөз жүзінде өзімнің ойымды жазып қалдырайын. Сол қалдырған сөзімді егер біреуге ұнайтын болса, көңіліне қонатын болса, алып оқып пайдаланар. Көңілге қонбайтын болса, онда ешкім оқымай-ақ қояр. Оқымаса оқымай-ақ қойсын, өз сөзің өзіңдікі, өзінде қалады деген мәселені айтқан еді. Сол тәрізді ойда жүрген пікірлерді жас келіп қалғаннан кейін адам мәңгілік өмір сүріп жатқан адам жоқ. Сондықтан ортаға салып, халықтың алдына ұсынып кетуді жөн көрген едік. Негізгі мақсатымыз осы болатын. Сосын әлгі комментарийда айтып кеттік қой, шет жағасын ошақтың үш бұтына бермеген соң жел сөздікке кетеді, желден алған деген ақындардың өлеңінде неге бұл ошақтың жаңағы үш тұғырына жабысып қалды деген мәселе ғой. Бұл үш тұғыр деген жалпы ұлттың үш тұғырдан тұратындығын айтады. Ұлттың ұлттық болмысы, бітімі осы үш тұғырдан көрінеді. Олар не? Ол бірінші тіл, оны білесіздер, оны ешкім ешқайда сырғытып тастай алмайды. Екіншісі дәстүр. Салт дәстүр дегенді білесіздер, салт дәстүр бұл ұлттың кәдімгідей тұғыры болып саналады. Үшіншісі ұлттың тарихы. Тарихтан танымды айқындаймыз біз. Ұлттың кім екендігін білеміз тарихтан. Қалай пайда болғандығын, қалай шыққандығын білуге болады. Осы үш мәселе ұлтты тіреп тұрады. Кейбір адамдар айтып жатады, енді бұл жерге дінді кіргізеді, дін негізі ұлттық тұғыр емес, дін жалпы адамзаттық құндылық қой. Сондықтан дінді басқа тұрғыда қарау керек. Ал ұлттың тұғыры осы үшеуі, сондықтан да қазақ жаңағы жаратылыстың заңдылығын жетік меңгергендіктен, біздің ата бабаларымыз, қазақ халқы жетік меңгергендіктен әрбір әрекетін, әрбір қолданысын, әрбір ұстанымының барлығын жаратылыстың заңдылығымен бекітіп отырған. Сонда ошақтың үш аяқтан тұру себебінің өзі осы ұлттың үш тұғырының бар екендігін көрсету үшін бекіткен. Кейін дәстүрдің өзінде біз енді айтамыз, киіз үйдің мәселесінде айтамыз, мәселен жаңа болған қатысты мәселе, жекелеген жаңағыдай сыбаға тарту мәселесінде айтамыз. Оны сол кезде көреміз, енді қазір өзіміздің пікірімізді жалғастырайық. Қазақта бір ерекше қолданыста сөз бар, білесіздер. Туысқаным, жақыным, бауырым дейді. Біреуге көмектескісі келіп тұрса, бүйрегі бұрып тұр дейді. Білесіздер. Немесе біреуге ренжіп қалса, өкпеледі дейді. Оны да білесіздер. Немесе бір мәселені айтатын болса, қабырғанымен кеңестеп қояды. Осындай қолданыстар бар. Сонда жаңағы туысқандыққа бауырдың қандай қатысы бар? Бауыр деген адамның болсын, басқа жаратылыстың болсын, жан-жануарлардың болсын, ішкі құрылысындағы бір мүшесі ғой. Ал бүйрегі бұрып тұр деп неге айтады? Оның қандай қатысы бар бүйректің? Біреудің көмектесуіне. Ренжігеннің өкпеге қандай қатысы бар? Неге қабырғаңмен кеңестейді деген мәселе. Енді қабырғаңмен кеңеске байланысты көп жерде әңгімелер айтылып жүр. Оны мүмкін көпшілік білуге де тиісті. Бауыр, мысалы үшін, бұларда медиктермен жай бір қарапайым медиктермен сөйлесіп көріп едік. Бауырдың енді функциялары дейді, қызметтері өте көп атқарып тұратын. Соның ішіндегі басты қызметтердің бірі қан жасау көрінеді. Мәселен, бір адамнан 1 литр қан кетіп қалса, 6 литр қан болу керек па, ол 5 литрге шықпаса, ішкен жеген тағамының қорегінің нәтижесінде 1 ай, 1,5 айдың ішінде 1 литр қан қайтадан толып, қайтадан 6 литр қан болады. Соны сүзгіден өткізіп бәрін жасайтын негізгі әлгі функцияның бірі осы бауырға жататын көрінеді. Ендеше қазақтың бауырым дегені қандасым деген мағынаны білдіріп тұр. Бір ғана шықтық деген. Бүйрегі бұрып тұр деген не? Адам болсын, басқа жан-жануарлар болсын, ішкі мүшелерінің барлығы көгеттен тартылып тұрады. Сондай жағдайдың бәрінде қозғалысы өз орнында тұрса да, аз да болса қозғалысқа оң солды қозғалып тұратын ішкі құрылыс ол бүйрек екен. Бүйрек сәл-пәл қозғалып тұрады. Сол қозғалуының нәтижесінде бүйректің төмен түсіп кететін ауруы бар. Оны білесіздер. Ал енді жүрегі төмен түсіп кеткен, өкпесі төмен түсіп кеткен деген адамды естігеніміз жоқ. Өйткені олар татулы, олар төмен түспейді. Олар ұлғаюы мүмкін, төмен түспейді бірақ. Ендеше жаңағы бүйрегі бұрып тұр деген себебі бүйректің сондай әрекетінің, сондай жағдайдың бар екенін біздің қазақ халқы көне дәуірден білген. Сондай-ақ өкпеледі. Өкпеледі деп неге айтамыз? Бір қызық жағдай бар, біреуге қатты ренжісеңіз, сондай ашудың жоғары шегінде жете бастаған кезде адам қысқа жиі демала бастайды. Неге? Өйткені өкпесі сінеді. Неге сінеді? Бүкіл адамның денесіндегі нерв талшықтары ауамен қоректеніп тұратын болғандықтан, нерв талшықтары өкпеге тіреліп тұрады екен. Сонда жаңағы әлгі сінетіні, әлгі өкпедегі нерв талшықтары қозғалысқа түскеннен кейін, өкпе ұлғайғаннан кейін демалу орны азаяды дейді.
Содан кейін жиі тез демалуға тура келеді. Яғни ренжудің өкпеге белгілі бір деңгейде, әлгі жүйкенің нервінің талшықтары барып тұрғаннан кейін белгілі бір деңгейде қатысы бар екен. Сондықтан өкпеледі деп айтқан. Енді қабырғаның кеңес дегенді өздеріңіз де білесіздер. Ол қабырға деген енді бұл діни наным сенімде жаңағы айтылады, білесіздер, әйел адам ер адамның қабырғасынан жаратылған деген. Сол негізде қалыптасқан болса керек, бұл да соны сақтап қалу үшін жасалған құбылыс немесе жаңағы сөз болып табылады. Мұны не үшін айтып отырмыз? Мұны айтып отырған себебіміз қазақ халқы көне дәуірдің өзінде тек қана жаратылыс емес, көлемді үлкен деңгейдегі ғылым мен білімнің ордасы болған. Осы жағдайлардан көрінеді. Ертең дәстүр туралы айтқан кезде тағы да бұл мәселені жалғастырып, дәстүрлік тұрғыда қандай ғылыми мәселелерді ашып айқындауға болады дегенді айтамыз. Ендеше қазақтың сөзінен де осындай жағдайларды біз аңғаруымызға болады. Бұл тек қана мысал ретінде шағын түрде сіздерге айтып отырған жеткізген мәселеміз. Қарындас деген сөз, мұны не үшін айтып отырмыз? Өйткені қазақтың сөздік қолданылысы барысында ұзақ уақыттардың мұғдарында жаңағы жекелеген бір сөздер қолданылу аясы не тарылады, не үлкейеді, не кеңейеді. Мәселен, базар жырауды бәріңіз білесіздер ғой. Базар жырауда мынандай бір толғау бар. 18 мың адамнан біз бекенде адамнан неше дүркін елетті, сонан бергі заманнан жетсе тағдыр алмайды өлшеулемір қадамнан, сайраған тілім сақ болар санаулы күнім, таусылса аузымдағы жаланған, сол барында сөйлейін атырапқа назар сап жұмылмай көзім қаранған, қарындастар қашыңдар нәпсіңді тиіп арамнан. Қарындастар қашыңдар нәпсіңді тиіп арамнан. Сонда қарындас дегенде қазіргі тұрғыдан ойлайтын болсақ, бұл тек қана әйел адамдарға, қыз балаларға ғана арнап айтылған ба деп қаламыз. Жоқ. Бұл қарындас деген сөзіңіз жаңағы ертеректе 19, 18, 17 ғасырларда жалпы ағайын туысқан деген мағынада қолданылған. Тек қана қыз бала емес. Қазір мұның аясы тарылыңқырап, тек қана біз әйел адамды, қыз баланы қарындас деп айтуға ауысып кеттік. Мұндай жағдайлар кездеседі. Сондықтан әлгі тілді сөзді айту барысында ол сөздің түпкі төркініне де көз салып қарап отырған дұрыс сияқты. Енді екінші бір мәселе, осыған байланысты тағы бір шығатын жағдай, бізде мынандай бір мәселе бар. Мынау қолданыстар, әсіресе аударма мәселесі. Содан кейін терми сөздердің де белгілі бір деңгейде әсері болады. Ұлттық тілдің сөздік қордың азаюына белгілі бір деңгейде әсер етіп тұрады. Аударма да солай әсер етеді. Мәселен қараңыздаршы, ауру дегенді болезнь дейді орысша. Сосын хроническая болезнь деген бар. Оны созылмалы ауру деп дәрігерлер солай қазір аударып айтып жүрміз. Осы бір сөздің жаңағы енуіне байланысты созылмалы ауру дегеннің. Біз аурудың қаншама түрлерінің атаулары бар қазақ тілінде. Соны қолданудан шығып бара жатыр бірте-бірте. Мәселен, дерт, кесел, науқас, сырқат, дімкәс. Бәрі бірімен бір синоним, бәрі ауру дегенді білдіреді. Бірақ әрқайсының өзінің айырмашылығы бар. Сондықтан жаңағы, егер созылмалы ауруымыз, мысалы үшін, сондай өте бір күрделі ертеңгі күні жаңағы ажалға себепкер болатындай жағдайға баратын үлкен ауру болатын болса, кесел дейді. Кесел ана кісі кеселденіп қалған екен дейді. Ал егер жоқ, жай созылмалы ауру, бірақ адам сонымен ауырып, ептеп емделіп қойып жүре беретін ауру баратын болса, науқас дейді. Ол адам науқастанған екен дейді. Ал енді суық тиіп қалған, жаңағындай әлгі грипп деп айтып жатамыз ғой, ондай аурулар жинақтап қойып сырқаттанып қалған екен дейді. Дімкәс деген жаңағы созылмалы аурудың ең бір жеңіл түрі. Дімкәс адам ғой ол дейді, бірақ ешқандай іске, жаңағындай жұмысқа, басқа жағдайға кедергісі жоқ, жүре береді солай. Дерт дегенде солай, дерт дегенде бір аурудың түрі. Өздеріңіз қараңыздаршы, сонда жаңағы созылмалы ауру дегеннен гөрі қазақша атаумен атауға да болады ғой. Осындай жағдайлар кейде қолданыстан шығып бара жатқанын көреді. Ал енді қазақтың сөзіне қарап отырсаңыздар, әрбір сөзінің астарында үлкен мағына жатады. Сол мағынаны ажырата білу, мұны мен не үшін айтып отырмын? Мен көбінесе енді студенттерге 35 жыл Букет университетінде сабақ бердім, мен 35 жыл. 12 жарым жыл филология факультетінің деканы болдым. Оны не үшін айтып отыр дейсіздер ғой? Оны айтып отырған менің өмірім үшін емес. Оны айтып отырған мен жастармен көп байланысқа түсіп, көп тыңдадым жастарды. Сонда студенттермен көп байланыстым, мектеп оқушыларымен көп байланыстым. Өйткені кәсіби бағдар деген болады. Барамыз, сөйлесеміз, кәдімгідей. Сонда менің байқағаным тіл мәселесі, дәстүр мәселесі қазіргі жастарда қалып бара жатыр. Бұл екеуінен айырылып қалатын болса, онда ұлт деген құлайды онда. Жаңағы ошақтың үшті деген тәрізді. Енді қазақтағы бір сөз, мысалы үшін жаңағы айналайын деген сөзді қарайтын болсаңыздар, бұл енді қарасаңыздар, Олжас Сүлейменовтің өлеңі де бар орысша шығарған. Мәселен, жай ғана, мұның түбірі ай ғой сөздің. Ай деген жердің серігі, ол домалақ, дөңгеленіп көрініп тұрады бізге. Онан кейінгі келесі жаңағы түсінік ұғым зат, ол айна.
Айна деген сол ай деген сөздің жаңағы айналып келіп өзіңізді өзіңіз немесе бір затты қойсаңыз сол затты айналып келіп өзін көрсетіп тұратын жаңағындай сондай зат. Онан кейін айнал деген бұйрық етістік, бұйрық беріп тұр. Онан кейін айнала деген сөз, айнала деген маңайыңыз, жан жағыңыз мәселен. Сонан кейін барып айналайын деген сөз туған. Ол жақсы көру жаңағындай. Жақсы көру ұғымы қайдан айналайын деген сөзбен байланысып тұр. Осы жерде қазақтың жаңағы ұлттық жаратылысты терең меңгергендігін деңгейін көруімізге, байқауымызға болады. Қалай байқауға болады? Мәселен қараңыздаршы, мынандай мәселе. Мынау түнде шам жағып қойсаңыздар, шыбын шіркей көбелек барлығы сол шамды келеді да, соны кете алмай, соны айналып жүреді. Айналып жүреді. Енді онан да қарай кетейік. Мәселен, ауылда тұратын адам бір жаяулап, жолаушылап, көрші ауылға баратын болса, ол кетіп бара жатқан кезде қарлығаш деген құс болады. Сол қарлығаш деген құс адамды айналып ұшақта отырады келесі ауылға жеткенше. Оның себебі неде? Енді қарай кетейік. Мәселен, жаңағы 9 планета бар деп айтып жүрміз, кейде 8 деп қояды. Барлығы күнді айналып тұрады. Ол неге айналып тұр күнді? Неге өзі бет-бетімен жүрмейді? Мұның барлығын қарап отырсаңыздар, сол жаңағы айналып тұрған заттан нәр алып тұрғаннан кейін кете алмайды. Яғни айналып тұрған заттан кетсе, ол өзінің мүмкіндігін жояды деген сөз. Көрдіңіз бе? Олай болатын болса, айналайын деген сөздің жақсы көрумен байланысуы мағынасы жағынан осы негізден туындаған. Кете алмайды деген ұғымнан туындаған тәрізді. Бұл не үшін айтып отырмыз? Қазақтың әрбір сөзінде жаңағындай осындай бір үлкен байланыстың жататындығын айтуымызға болады. Енді бір сөз тіркестеріне де бір тоқталып кетейік. Онда мынандай бір мәселелерді айтуға болады. Кейбір сөз тіркестері алдында біз айттық қой, дыбыстық тұрғыдан да өзгеріске түсіп отырғандықтан, оның мағынасы да өзгеріп кетеді. Қазақта бір сөз бар. Тазы ашуын тырнадан алады деген. Енді бұл студенттердің негізі сұраған сұрағы бойынша жауап берген едім, соны айта кетейін деп отырмын. Тазы дейді, студенттер айтады, жаңағы аспанда ұшып бара жатқан тазы деген иттің бір түрі ғой енді. Аспанда ұшып бара жатқан тырнадан қалай ашуын алады дейді. Оның негізі айтылымы шамалы ғана дыбыстық өзгеріске түскен ғой. Тазы ашуын тырнадан алады емес, таз ашуын тырнаудан алады. Қазақта сөз бар ғой, қатташ ұлғанға өз шашын өзі жұлыпты деген мәселе айтылады. Тура сол тәрізді жағдай, жаңағындай, оның басында таз адамның шаш болмайды ғой. Сондықтан енді ол не істеу керек? Ол жаңағы таз ашуын тырнаудан алады деген мәселе. Оның мағынасы осыған байланысты қалыптасқан. Сол сияқты, мәселен, балағының биті бар дейді. Мұндай әңгіме бізде болған бір үлкен ақсақал адам, енді профессор. Бір студент оқуға түскен кезде орыс мектебін бітірген бала екен, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына түскен. Сол мамандыққа түскеннен кейін кісі айтып қалып еді, мынау орысша мектеп бітірген бала ғой, қазақ тілі мен әдебиетін алып кете алар ма екен деп. Сол бала емтихан тапсырғанда өте жоғары болған. Барлық топтағы барлық балалардан озық біліп, білімін сондай жоғары көтерген. Сонда жаңағысы емтихан үстінде әлгі бала қарама-қарсы отырғанда ырза болып, қасындағы отырған ассистентіне қарап, мен сөйтіп бір кезде айтып қалып едім, мына балағының биті бар екен депті. Десе ана бала орнынан атып тұр, биіне барып, айқай-шу шығарып, ректорға дейін шағым жасап, елдің алдында, студенттердің алдында біздің баламызды қорлады, балағында бит бар деп айтты, оны қайдан біледі деп. Бұл жердегі балағының биті бар деген мисал үшін сөздің мағынасы, бұл баладан бірдеңе шығады түбінде, бұл бала бірдеңе біледі екен, бұл баланың талабы жақсы екен деген мағынамен сәйкестеніп тұратын сөз ғой. Осындай қолданыстарды аңдып отырмаса болмайды. Тағы бір сондай бір тіркесті қарайықшы, қазақ тілінде жиі қолданып жүрген, соның кішкене мағынасын ашыңқырап берейік. Мәселен, қазақ айтады, 5 күндік жалған дейді. Осы жерде сұрақ туындайды, неге осы өмірде 5 күндік жалған деп атаған? Аптада 7 күн бар, неге 7 күндік жалған демейді? 7 деген ж дыбысынан басталып тұр, жалған деген ж дыбысынан басталып тұр. Яғни бұл жерде жаңағы дыбыстық үндестікте жақсы болар еді айтуға деген. Жоқ, біздің жаңағы ата-бабаларымыз өте терең мағынада зерттеп барып, жаратылыстың бүкіл жүйесінде түсіне білген. Әрекетін ғана емес. Яғни 5 күндік жалған деген сөзіңіз, ол жалпы адамның өмірі де, тіршіліктің өмірі де 5 бөліктен тұрады екен. Қандай? Оны атап айтатын болсақ, бірінші пайда болу, немесе өмірге келу. Екіншісі дамып жетілу. Бұл процесс бар ғой, бар үдеріс. Онан кейін кемелдену. Содан кейін тозу. Содан кейін жойылу. Осы 5 нәрседен тұрады екен. Оның барлығы бірақ өткінші. Бәрі өтіп кетеді. Сондықтан әрі 5 күндік, әрі ол жалған өтіп кететін болғандықтан. Бұл тек қана адамның өміріне ғана тән емес, бұл бүкіл жаратылыстың өміріне тән нәрсе. Барлығы осылай болып кетеді, осылай болып келеді деген ұғыммен қазақ халқы қазіргі өміріңізде 5 күндік жалған деп атаған.
Сонан кейін енді жаңа біз алдында айтып кеттік қой, жекелеген сөздер қолданыстан шығып бара жатқан сөздер көп деп. Мәселен, өздеріңіз ойлаңыздаршы, қазақ тілінде мынандай сөздер бар. Ұнжырға дейді. Ұнжырғасы түсіп кетіпті дейді. Мәре дейді. Меже дейді. Старт, финиш деп біз айта береміз қазір. Ындын дейді. Ындыны. Кіріптар дейді. Кикілжің дейді. Қауесет. Дәт. Мұрша. Әуселесін. Немесе тіркесті ұғымда да байыз таппау. Шырбыт деген. Шырқын. Шыбжың. Тағы басқа сөздер толып жатыр. Бізде мисал үшін қазір айтып жүрміз ғой, қазақтың сөзі өте бай, сөздік қоры деген сұмдық қазақтың деп. Бірақ өстіп шетінен ептеп азайта берсек, сол қорымызда шетінен мүжіле беретіндігі хақ. Ал енді осымен сөзімізді кішкене аяқтай тұрайық, біраз уақыт тоқталды деймін. Келесі жолы ары қарай жалғастырармыз. Амандықта жолығуға жазсын. Рахмет.